Сәлем достар, бүгін сіздермен балаңыздың қуануына себеп болатын өте дәмді пончиктер рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Барлық керек заттарды описанияда қалдырдым. Ең алдымен жылы сүтке жылы су қосып, үстіне біраз қасық қант салып, ашытқы салып, 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң ашытқымыз көтеріліп, әп-әдемі болып шығады. Оның үстіне қалған қантымызды, тұз, жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Айтпақшы, еріген сары майды да қосуды ұмытпаңыз. Одан кейін ұн салып, қомылымызбен жақсылап қамыр илей бастаймыз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа орап қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Оны ыдысымыздан алып, пончиктерімізді жаюға кірісеміз. Мен майды жағу арқылы жайып шықтым. Сіздер ұн қолдансаңыздар да бола береді. Қолға жабыспау үшін әрине. Одан кейін осылай шайнектің қақпағының көмегімен барлығын дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Қамырдың қалыңдығы 1 см болады. Ортасын баклажка қақпағының көмегімен немесе осылай насадканың көмегімен кесіп аламыз. Болғаннан кейін пергамент қағазына барлығын салып 15-20 минут көтерілгенше күтеміз. Қараңыздаршы, қандай керемет болып көтерілді. Қалған қамырды алып қоюды ұмытпаңыз. Барлығын баяу отта осылай пісіріп аламыз. Әрине бұлай тез болмайды. Бұл видеода барлығы жылдамдатып көрсетілген. Екі беті сарғайғанша пісіріп алыңыздар. Қалған қамырыңызды морозилкадан алып, қалаған уақытта пісіріп жей аласыз. Барлық пончиктер осылай дайын болды. Осылай қонаққа ұсынсаңыз болады, немесе бетін әрлесеңіз де болады. Бұл жерде мен шоколад жағуды ұйғардым. Яғни шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп аламыз. Болмаса микроволновкада ерітіп алсаңыздар да болады. Одан кейін пончиктерімізге шоколад шықпай жатса, 2-3 рет қайтара батырып аламыз. Осылай түрлі посыпкалардың көмегімен әсемдеуге болады. Одан кейін бетіне сгущенканы алып, пончиктердің тағы да одан әрі әдемілене түсуіне осылай көмектесеміз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.